Оның әкесі наци жақтаушысы болған. Ата-анасы ажырасқанда ол анасымен бірге наци шабуылынан қашу үшін Голландияға қоныс аударады және биін жалғастырып жүреді. Бірақ келесі жылы сол мемлекет немістің қол астына түседі. Жастайынан ол қоғамдық өлім жазасын, поезд толы еврейлердің концентрациялық лагеріне жіберілуін және нағашы ағасының атылуына куәгер болады. Нацистер олардың семьясының мүлігін, әшекейлерін және банк шотын өздеріне ештеме қалдырмастан құрап алады. Бәрібір олар қарсылыққа қаражат жинауға ант береді. Осылайша ол жасырын қойылымларда балет билеп жүреді. Ұсталынба деген қорқыныштан құлыпталған есіктер мен жабық терезелердің артында қол соқпайтын үнсіз жамағатқа билеп жүреді. Нацистер балаларға тиісу ықтималы аз еді. Сондықтан ол қарсылық группының хат тасушысы болады. Құпия хаттарды байпағының ішіне тығып тасымалдап жүреді. Ет және газ тапшылық болды. Азық таусылған сәттерде ол әйтеуір жан сақтау үшін қызғалдақ шамдарын жеп су ішуге мәжбүр болады. Оның нашар тамақтану, тыныш жол сырқаты, сарғаю, ісіну және кейінірек анемияға әкеп соқты. Содан соң оның 16-шы туған күнінде Канаданың әскерлері Голландияны босатып алады. Соғыс бітеді, бірақ бұл Аудриге өшпес әсер қалдырады. Қатты нашар тамақтану оның өсуін баяулатып, балетін жалғастыру мүмкіндігінен айырады. Солай ол актерлікке бет бұрады. Менен ойнай алмайтынымда ойнауды, билей алмайтынымда билеуді талап етілді. Бейімделмеген әртүрлі нәрселерді де істеуім. Сол кезде мен оған төтеп беру үшін қатты тырысты. Ешқашан түсе алмаған рөлдерге кастинге бару өте көңілімді қалдыратын. Бірақ бірнеше кішігірім рөлдерден кейін ол алғашқы басты рөліне түседі. Роман Холлидей оған ең үздік актриса деген Оскарын ұттырады. Ол Эмми, Грамми, Оскар және Тони жүлделерін жеңіп алған небәрі 12 артистің бірі. Оның таңғы Стефани де фильмдегі әйгілі стилі осы күнге дейінгі хай фэшн әлеміне әсерін тигізіп келеді. Бұл елшісі дүниежүзінде соғыстан зардап шеккендерге көмек көрсету үшін ол кейінірек актерлік карьерасын аяқтайды. Қартая келгенде өзіндегі қолың бар екенін ескересің. Бірі өзіңе, ал екіншісі басқаларға көмектесу үшін. Гуманитарлық күш салысуы үшін президенттік бостандық медалімен марапатталады. Сонымен қатар гибридтік көлік оның атында жасалады. Өмірінің қиындықтарына қарамастан ол жақсы өмірге сенеді. Оның Бостоннан Голливуд жұлдызына дейінгі сапары таң қаларлықтай. Бірақ бір нәрсе анық. Ол мүмкін емес нәрсе жоқ. Әлемнің өзі де мен мүмкінмін деп айтады.